Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Бүгін біз алманың адам ағзасына тигізер пайдасы жайлы айтатын боламыз. Алманың тарихы мыңдаған жылдар бұрын басталған. Бұл жеміс көптеген мемлекеттердің мәдениетінде ерекше орын алады. Ежелгі данышпандар күніне 2 алманы жейтін адам ешқашан ауырмайды деп айтқан. Олар қателеспеген, өйткені оның құрамында В, С, Е, калий, кальций, магний, йод және пектин дәрумендері бар. Дәрігерлер көптеген аурулардың алдын алу үшін күніне 1 алма жеуге кеңес береді. Жасыл алмадан аллергия болмайды. Ол шөлді басады, өйткені 87% судан тұрады. Құрамындағы калий мен кальций тіс эмалін және сүйектерді қатайтады. Алма калориясы аз жеміс болып табылады. Сол себепті артық салмақ тастау диеталарында міндетті түрде болады. Бір күнде 2 алма жейтін болсаңыз, холестерин деңгейі 16%-ға төмендейді. Алмалар терге пайдалы, ол бетті ағартып, терідегі ұсақ тесіктерді және қабынуды кетіруге көмектеседі. Алманың құрамындағы мырыш иммундық жүйені нығайтуға және арықтауға көмектеседі. Инсульттің болу мүмкіндігін 50%-ға азайтады. Ғалымдардың айтуынша, алманы тұрақты түрде тұтыну асқазан безінің қатерлі ісігінен сақтайды. Ас қорытуды жақсартады және ішекті тазартады. Таза ішек зор денсаулықтың кілті. Жасыл алма ұзақ уақыт бойы қорытылады, сондықтан аштық сезімі білінбейді. Ішек инфекциялары кезінде пайдалы, өйткені оның құрамында каротин, темір және марганец бар. Бұл жемістің көмегімен гастрит ауруын емдеуге болады. Ол үшін оны жақсылап жуып, таңертең жеу керек. Йод алманың құрамында көп мөлшерде болады. Ол қалқанша безі ауруларының алдын алуына көмегін тигізеді. Алма шырыны мидың қартаюына жол бермейді. Сондықтан Альцгеймер ауруына шалдығу мүмкіндігі төмендейді. А витамині тұмаудан және басқа да жұқпалы аурудан сақтайды.